Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет витаминді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмау үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Тұзын саламыз картопқа. Өзіңіз қалауыңыз бойынша саласыздар. Енді тұзын салып, картопымызды жақсылап езіп аламыз. Картоптың майды жақсы көретінін білеміз. Майымызды жақсылап саламыз. Маймен араластырып, жақсылап езіп аламыз енді. Егер сармай қосқан ұнамайтын болса, сармайды қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Картопымызды жақсылап тұрып езіп аламыз. Егер картоптарың құрғақ болса, құрғақ бір-біріне бөлініп жабыспай тұрған болса, қаймақ қосып жіберуге болады, немесе майонез қосуға болады. Менің картопым ондай құрғақ болмағандықтан аздап қана қаймақ қосамын. Қаймақты әбден картопқа суығаннан кейін қосамыз, міндетті түрде. Картопымыз салқын күйде болу керек. Яғни қызылшамызды төрктен өткізіп аламыз. Чесногымызды саламыз. Грек жаңғағын қосамыз. Грек жаңғағын алдын ала суға бұқтырып алдым. Сонда грек жаңғағының ащысы кетіп, сүт дәмі шығатын болады. Майонез салуға болады. Бірақ та мен қаймақ саламын. Мен көбіне президент майының 25% қаймағын қолданамын көбіне тағамдарға. Татымына қарай тұз қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша бойынша қосасыздар. Гранат дәндерін қосамыз. Пекин капустасын андай турап аламыз. Мынандай форма жасаймыз. Дәл осылай ретпен жасай береміз.
мінекей осылай толтырып шығамыз. Енді жаңағы жасаған сылшамызды ортасына толтырып шығамыз. Мынандай грек жаңғағымен әрлейміз бетін. Осылай гректен жаңғағымен әрлейміз. Кішмішпен бетін әрледік. Енді көк шөбімізбен ортасын әрлеуге болады. Балғынның күйінде қатырылған көк шөбімен де. Сіздер балғынын қолдана берсеңіздер болады. Мен балғын күйінде мұздатылған көк шөп. Осылай әсемдейміз көк шөппен. Салатымыз дайын. Осындай болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей мынандай болып шығады. Кескенде мындай әдемі салатты дайындай аласыздар.